Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз сөйлем мүшелерінің орын тәртібі. Сөйлем мүшелері дегеніміз белгілі бір сұраққа жауап бере алатын, толық мағыналы, сөйлем құрауға негіз болатын, сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздер. Сөйлем мүшелері құрамына қарай дара мүше, күрделі мүше, үйірлі мүше болып үш топқа бөлінеді. Ал атқаратын қызметіне қарай тұрлаулы және тұрлаусыз мүше болып бөлінеді. Біз бүгінгі тақырыпта осы атқаратын қызметіне қарай бөлінетін екі тобына тоқталамыз. Яғни тұрлаулы мүше және тұрлаусыз мүшелерге. Тұрлаулы мүше дегеніміз сөйлем құрауға негіз болатын мүше. Тұрлаулы мүшенің екі түрі бар: бастауыш және баяндауыш. Ал тұрлаусыз мүше дегеніміз өздігіне сөйлем құрай алмайтын, бірақ сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүше. Тұрлаусыз мүшенің үш түрі бар: анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Тұрлаулы мүшелер. Бастауыш сөйлемде атау септігінде тұрып, іс оқиғаның иесін білдіретін тұрлаулы мүше. Сұрақтары: кім, не, кімдер, нелер, кімі, несі. Бастауыш зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік сияқты сөз таптарынан жасалынады. Бастауыш құрамына қарай үш топқа бөлінеді: дара бастауыш, күрделі бастауыш және үйірлі бастауыш. Дара бастауыш тек қана бір сөзден тұратын бастауыш. Ал күрделі бастауыш кемінде екі сөздің бірігуі арқылы жасалынады. Ал үйірлі бастауыш дегеніміз үйірлі сөзден жасалынатын тұрлаулы мүше. Тұрлаулы мүшенің екінші түрі баяндауыш. Баяндауыш сөйлемдегі бастауыштың жай-күйін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіріп, сөйлемдегі ойды тиянақтап тұрады. Баяндауыш сөйлемде қай сөз табынан жасалынса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Баяндауыш құрылысына қарай дара баяндауыш, күрделі баяндауыш және үйірлі баяндауыш болып үшке бөлінеді. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Ең бірінші анықтауыш. Анықтауыш дегеніміз сөйлемдегі зат есімнен жасалынған мүшенің сын сипатын анықтап тұрады. Сұрақтары: қандай, қай, нешінші, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Анықтауыш сын есім, сан есім, етістік сынды сөз таптарынан жасалынады. Құрылысына қарай анықтауыш дара, күрделі, үйірлі анықтауыш болып үшке бөлінеді. Тұрлаусыз мүшенің екінші түрі толықтауыш. Толықтауыш сөйлемде заттық мағынаны білдіреді. Яғни сұрақтары: кімге неге, кімде неде, кімнен неден, яғни атау және ілік септігінен басқа септіктердің сұрақтарына жауап береді. Құрылысына қарай толықтауышта дара, күрделі және үйірлі толықтауыш болып үш топқа бөлінсе, мағынасына қарай тура толықтауыш және жанама толықтауыш болып екіге бөлінеді. Тұрлаусыз мүшенің үшінші түрі пысықтауыш. Пысықтауыш сөйлемде іс оқиғаның түрлі белгісін, яғни мезгілін, мекенін білдіріп тұрады. Сұрақтары: қайда, қайдан, қашан, қалайша, қанша деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Пысықтауыш барыс, жатыс, шығыс тетіктеріндегі сөздерден, еліктеу сөздер және көсемше және есім сөздерден жасалынады. Пысықтауыш құрамына қарай дара, күрделі, үйірлі пысықтауыш болса, мағынасына қарай алты топқа бөлінеді: мезгіл, мекен, себеп салдар, сын қимыл, мөлшер және мақсат пысықтауыш болып алты топқа жіктеледі.